Қайырлы күн. Сіздермен бірге номер 45 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Ибрагимова Гүлфия. Сіздерді бүгін журналистика мамандығымен таныстыратын боламын. Ендеше кеттік. Журналист бұл қоғамдық ақпараттық саланың қызметкері. Жаңалықты халыққа таратушы тұлға. Мамандық тұлғасы бейне сюжетінің бүгінгі қонағы Эльмира Рахмешева. Сұхбатымызға қош келдіңіз. Ал енді сізге қоятын бірінші сұрағым, журналистика саласына қалай келдіңіз? Рахмет сауалыңа. Менің журналистикаға келуім ол менің бала кездегі арманымнан бастау алады. Бала кезімде өзім шығармашылыққа жақын болдым. Мектеп қабырғасында жүрген кезден түрлі байқауларға қатысып, жас ақындар сайысына қатысып, Біржан Сара айтыс үйірмесі болды. Одан бөлек ақындарға арналған байқаулар, одан кейін аудандық, облыстық көлемде солардың барлығына қатыса жүріп, өзімнің осы салаға жақындығымды байқатқандаймын. Бұл мамандықты сіз неліктен таңдадыңыз? Бұл мамандық таңдауға сізге кім түрткі болды? Бұл мамандықты таңдауға себеп мен өзім жазуға жақын адам болғандықтан, өзімнің шығармашылығымды дамытуға да бұның қосар септігі зор деп ойладым. Және де одан бөлек менің ақпаратты шығаруға, өзге сол кездегі бала кезде біздің тележүргізушілерге деген еліктеушілігім де себеп болған болу керек. Журналист болудың қиыншылықтары мен артықшылықтарын айта кетсеңіз? Әр мамандықтың өз қиыншылығы, өз артықшылығы болады. Журналистикада да тап солай. Журналист өте ізденімпаз болу керек, журналист шыдамды болу керек, журналист ақпараттың анық-қанығына көз жеткізу керек. Себебі ол халық пен билік арасындағы алтын көпір. Сондықтан да артықшылық тұстары ол әрине ақпаратқа бірінші болып қол жеткізу, саған деген жүктелген үлкен жауапкершілік. Сен де биліктің бір тармағысың, себебі сен халыққа ақпаратты қалай жеткізесің, соны еңбектеген баладан еңбектеген кәріге дейін қабылдай алатындай болуы керек. Енді қиындығы деп журналистің жүрмейтін жері жоқ. Кез келген күннің ыстығында, аптапта, қақаған аязда, боранда, оқиға орнында жүреді. Сіздің ойыңызша журналист мамандығы қазіргі таңда қаншалықты актуалды? Журналист мамандығы актуалдылығын жойған жоқ, жоймайды да деп ойлаймын. Мүмкін форматы өзгерер. Қазіргі таңда енді телеарнаға қарамайды, газет журнал оқымайды деп айтып жатады ғой. Әлеуметтік желіден біліп жатады деп, бірақ әлеуметтік желідегі жаңалықты жасайтын да журналист. Себебі біздер әлеуметтік желіден ақпараттың анық-қанығына жетпей, таралуына да жиі кез болып жатамыз. Олар әрине ақпарат ең бірінші болып көрген куәгерлер болуы мүмкін, немесе блогерлер. Ал журналистердің олардан айырмашылығы, олар ақпаратты ресми түрде анықтап, дұрысын ғана жеткізеді халыққа. Сондықтан журналистің ақпараты әрқашанда өзінің мән мағынасын, маңызын жоймайды. Алтындай уақытыңызды бөліп сюжетіміздің қонағыңыз болғанымызға алғысымызды білдіреміз. Сізге жұмысыңызда табыс, үлкен белестерді бағындыруыңызды тілейміз. Сізге үлкен рахмет. Құрметті көрермен, назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.